Құрметті жерлестер, ауылдастар, мен қазіргі таңда осы Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы маңындағы іргелес жатқан сөргелеріміздің ортасында тұрмын. Осы былтырдан бері осы 2 жыл тұрысында 4 жылдан бері су келген жоқ. Осы Жаңақала ауданында 8 көл бар еді. Осы 2 көл қалды деп айтып келеміз. Сол 2 көліміздің бір көлінен міне айырылып жатырмыз. Су бітті. Биыл қатты ыстық болды, қуаңшылық. Мына түгелдей кеуіп бітті. Осы ауданымыздың тұрғындарының демалып, жазғы айында демалып осы жерде жанұяларының отбасымен суға шомылатын жер еді. Одан да биыл мына айырылып отырмыз. Мына өздеріңіз көріп тұрғандай мына түгелдей кеуіп бітті. Мына арасында дүз аралас. Осы жел тұрғанда осы ауылымызға қарай ұшады. Осымен демалып жатыр қазір. Енді бұл енді осылай биылдыққа осында су келген жоқ. Бір тамшы су былтырда келген жоқ. Енді бұл су келмесе біздің Жаңақала ауданының болашағы жоқ деп есептеймін. Сондықтан енді бұл арай жалғаспау керек. Жоғары жақтан көмек керек. Бұл қуаңшылық біздің ауданымызға келіп жатқан. Бұл ешқандай өтірік жоқ. Бұл шындық. Бұл ауыл тұрғындарының бәрі өз көздерімен көріп отыр. Қазір мен мына жерде көріп тұрғандай Омпішен көпірінде тұрмын. Міне осы банағы Сөргөйімізге өшермен өтіп Сөргөйге бағытына барып құйылатын су өшермен өтеді. Бұл жерге су келмеді емес, келді. Банағы келген суды тиімсіз пайдаланғанның кесірінен өшерге келіп су тоқтады, өшерге сіңіп кетті. Арғай барған жоқ су. Ал мен Петимар ауылының ауылдық округінің шаруа қожалығы, Санжар қожалығының жетекшісімін. Есім Мырысқалиев Санат Сагинович. Осы жерде 2005-тен бастап осы шаруашылықпен айналысамыз. Осы 2005-тен 10-14-ке дейін су болды. Сонан бер жағында осы қардың суымен ғана күн көреміз. Басқалай су жоқ. Шабындық бұлай тұрсын. Мына көктің кепкеніне сол 2005-тердің шамасында кепті, сонан сол қардың суымен күн көріп келе жатырмыз. Енді мына жерге жаңадан қыстақ салып, қора салып жатырмыз. Оның енді алдағы уақытта зәт болатыны, оны ит біледі. Қалай болады? Мынау енді қиын болып тұр ғой. Малымызды енді көктемде келгенде осы қар түссе болады, болмаса жоқ. Осыдан енді бір 7-8 километр мына жерде каналдан суарамыз. Ол да кеуіп қалып жатыр, ол да жоқ. Қазір қағып жүрміз. Біреумен ұрсып, біреумен таласып, көрші ауылдың малымен 600 бас мал кеше 10 күннен бері жатыр. Түгелде жоқ, саналған да жоқ, басы да жоқ, аяғы да жоқ. Отырмыз енді айсыз. Бұған енді үкіметтен қандай көмек болады? Осы каналдың ортасында тұрық. Осы каналдан 8 қожалықтың малы су ішеді. Аққұстан бері қарай. Аққұстан бері қарай, осы мына Әрешке дейін. Ал мынау Қоңырсайдың бойы, көктемде келген судың бүгінгі таңда қалғаны осы. Жаңағы көрген малдар бүкіл бәрі осы жерге суға түседі. Қалған су осы, басқа су жоқ. Жаңақала ауданында қожалықтардың бәрін аралап бердік. Шөп жинайтын қорасы биылдыққа мал азығын дайындамаға. Биыл шөпке қарасы былтырдан тапын айтылған жоқ. Қораның осы содан қожал шөпті қалай дайындайтынын әлі білмейді. Мен Машиксай ауыл округінің Мұрагер шаруа қожалығының басшысы Айғалиев Біржанбат есімі. 97-тен бері қожалық ашып, содан бері қожалық басқарып келатырмыз. Енді мына соңғы 13 жылдан бері су тапшылығын бір кісідей көріп келатырмыз. Бүкіл мынау Мұқыр өзенінің бастап алатын жақтары осыдан 50 шақырым жер. Бұлай қарата тереңдікке дейін барады. Бір канализация
казармаға дейін барады. Ал осы жылдар соңғы тіпті 7 жыл бойы тіпті су атауы болған жоқ. Тіпті жазда менің осы жақта 3-4 күн бар. Тіпті отырмағанымызға 4 жыл болды. Қазір әр жерде бір айдамалы сумен келіп суарып тұрмыз енді. Сол осы үкімет болса осы суды алға бір бағытқа қою керек қой, мынау не масқара. Енді сол біздердің айтайын дегенде судан, шөптен, өзіне өзі мына жерден қазір бүкіл мал жаңа суды ішіп кетті. Бірақ осы жерде көгалашаң базар. Мына жерде тау өсірушінде 6 қожалықтың малы, әрқайсысында 200-300 мал бар. Және одан басқа да мына Балғын ауылынан келеді су. Мал енді осы мұқыр бойында 23 қожалық су ішеді. Ал соның қазір тек қана осы жерден ғана ашып тұр, басқа жер түгел казармаға дейін кеуіп жатыр. Су ішуге жарамсыз. Қазір біздер мына Жаңақала ауылының іргесіндегі көлде тұрық. Мына көріп тұрғандай өздеріңіздей көл тартылып жатыр. Бітуге жақын бұл да осы ауыл тұрғындарының, аудан тұрғындарының осы жерде мына техникалық су алып отыр, осымен бау бақшасын салып жатыр енді. Мына судың сықпытын көріп тұрсыздар ғой. Енді мынандай етіп тұратын болса, уже мына бір 15-20 күнде мына жерден су келмейді уже. Су тартыла бастап жатыр. Сондықтан мұны жедел су, осы көлімізге су келмесе, мына Жаңақала ауданының орталығында да жағдай қиындай деп тұр. Мен Жаңақала ауылының тұрғынымын. Мына суды ала жаздай су тасып жатыр. Су жоқ, қиын болып тұр. Малға су тасып 17 шақырым жерге су тасимыз. КамАЗбен, немен. Су деген мынау не? Жасылға айналып барады совсем. Білмеймін қалай істейтінімізді. Қиын жағдай болып тұр. Шамұрат шаруа қожалығының жетекшісі Шамұрат Темірлан, Жаңақала ауданының тұрғынымын. Ал мына су мәселесіне келсек, мына қазір көріп отырғандай, мына асыл тұқымды сиырларымыз Ресейден алып келген 15 жылдар қазір сүтін сауып халыққа беріп отыр. Бірақ судың жағдайын көріп тұрғандай, қазір осындай суды ішіп отыр. Мәжбүрленіп, бұл сиырлар негізі 2 мезгіл су ішу керек еді. Өзіміздің қасымыздағы көлімізге сол бәрін есептеп, сондай пилотный проектпен әкелінген сиырлар еді. Бұлар деген сүтті бағытта қазір мына судың жоқтығына байланысты бұлардың қазір болашақтары да болмайын деп тұр. Жалпы айтайын десек, су мәселесіне келсек, тек қана мына өзен көлдеріміз емес, бүткіл құдықтарымыздың да суы тартылып кетіп жатыр, төмен қарай түсіп кетіп, ашып кетіп жатыр. Жағдай мәз болмайын деп тұр. Алдағы уақытта елімізге су келмесе, болашағымыз жоқ деген сөз енді. Оның бәрі де айтып жатыр. Кредитіміз бар, мойнымызда бәрі залогта тұр. Енді мына жағдайды шешпесе жоғарыдағылар, болашақта болжау қиын енді. Жағдайымыз мәз емес. 4 километр жерден келіп су ішеді, мына сиырларымыз, ұсқындары мынау балшыққа батып, мына желіндермен бүткіл мына балшықтағы суды ішіп тұр. Мына енді су тексерсе де қандай жағдайда екен білмеймін. Осы су ішіп отқанымыз. Басқа енді бұл су кеткеннен кейін білмеймін, қайдан барып ішетін малымыз. Енді бұлардың бәрін пышаққа жібермесек, басқалай вариантымыз жоқ қойып тұр. Так, мынау Кушумнан келатқан су, мынау соңғы жері бана жер тіреліп тұр. Мынау осыдан 18-де келді, бұдан су 18-ден бері қарай мына трубадан су тамған жоқ. Осыдан мына Бірғазан көліне кетеді. Одан кейін Қазыбай, Көктерек, Салтанат ауылдары бар. Соның бәріне дейін су барып, кезінде сол жердің бүткіл жерінен балық та ауланды, бүткіл елге жақсы не болды. Судың бары жақсы ғой енді. Қазір енді мына соңғы кездерде су тапшыдан мынандай жағдайда отырмыз. Қараңыздар, мына су келмегелі қанша болды. Ал су жоқ, жағдайымыз қиын өте. Ассалаумағалейкум, қалайық. Бүгін міне сәт түсіп тұр. Мен Иманғалиев Нұрсұлтан Хамитұлы, Иманғали шаруа қожалығының жетекшісімін. Осы шаруа қожалығын бастағаныма 16-тан бері 5-ші жыл. Қазір шөптің құны қазіргі таңда 7-8 мың. Қазір бүгінгі 26-сында августте 2021 жылдың август айында қазіргі таңда 7-8 мың нақты. Қанша бар азықта бергеннің өзінде де мал уже биыл өте нашар шықты, шығын болды. Яғни мына жалпы өңірде су болмағандықтан мен қазір мына жерде құдықтан алып тұрмын суды. Ал құдықтың да деңгейі түсіп кетті. Жетпейді. Судың деңгейі жетпейді. Ал көктем кезінде, қар бар кезде
молда болады. Содан кейін мына айдың аптық ыстығында уже жер құрғағаннан кейін жердің де астын сулары да азаяды, төмендейді. Азайғасын ол су аши бастайды. Су өзі шамалы. Бірде жетсе, бірде жетпейді. Сонымен шықпа жаным шықпа, сонымен келе жатыр. Жалпы қазір мынау Батыс Қазақстан облысының оңтүстік аудандары өте қиын жағдайда душар болып отыр. Әсіресе мынау жергілікті тұрғындар, соның ішінде мына шаруа қожалықтары өте мынау судан тапшылық көріп қиындыққа душар болып отыр. Олардың көбі енді барлығы да осы малмен күнкөріс жасап отқан адамдар. Енді жалпы енді бұл табиғи апат емес. Мен бірден басын ашып айтайын. Бұл табиғи апат болады, әр жылдары қуаңшылық болады. Бұл табиғаттың өзінің құбылысына қарай. Бірақ мынау енді бірден айтайық, қолдан жасалып отырған қиянат халыққа. Себебі кезінде мынау одақтың кезінде су еркін келді. Бұл кезде мынау өзен көлдердің барлығы да судан толып тұрды. Мынау қалай одақ өз алдына әрбір республика өз алдына дербестік алып кетті. Қазір мына Ресей мемлекеті суды тауарға айналып отыр. Ал осы мынау біздің Қараөзен мен Сарыөзенге су беру үшін жыл сайын 2 миллиардтың көлемінде қаржы бөлінеді. Ол 2 миллиард қаржы деген қазір ешқандай да мәселе шешпейді. Ол деген бізге келіп жеткенше ол су, ол ақша аударылып, ол өзінің арнасына келіп жеткенше ол кеш болады. Себебі ол кезде енді мынау табиғи мал азығын дайындайтын барлығы да уақыты өтіп кетеді. Ал ертең күзге таман жылтыратып береді. Оның енді 2 миллиард ақшаның өзінің мақсатына жұмсалмай жатқанында біліп жатқан ешкім жоқ. Мен айтайын деп отқаным, сөйтіп мына қоғамдық ұйымдар халықты көтеріп, ақсақалдарды көтеріп, Нұр Отан партиясы бар, филиалы, ардагерлер кеңесі бар. Осыны мәселе етіп қою керек қой. Ұйымдастыру керек, жүру керек ол үшін. Енді ол бір-екі адамның шырылдағанынан мәселе шешіле ме? Ал болашақта жағдай өте ауыр, жасыратын жоқ. Енді осылай жалғаса беретін болса, ал біздің мынау қазір көріп отырмыз. Мен мінекей ауылдың жанындағы көлдің жағасынан сұхбат беріп тұрмын. Мына көлдің кезінде тап осы жерлерден біздер аумен балға аулап жүрдік. Ал қазір айтқан кісіге ертегі сияқты. Ал қанша осы көлден барып мінекей 4 жеген, одан салтанатқа құятын еді. Ал қазір көріп тұрсыздар, мінекей міне малдар жүр, лай ішіп жатыр, топырақ ішіп жатыр. Ал осылардың сүтін халық ішіп отыр қазір. Ал сонда қандай денсаулық болады? Жалтыркөл кетті, Соркөл кетті, Еділ-Сор кетті, түгел мынау бір қазан кетті. Ал сонда енді мына жақтағы көлдер, менің айтып отқан 20 шақты көлінің біреуі де жоқ қазір. Ең бастысы мінекей өзен, 53 шақырымды қамтып тұрған Мұқыр өзені көз алдымызда жоқ болып кетті. Ертең мына Құлшықтың суы сарқылса, онда күніміз не болады? Оның ешкім кепілдік бере алмайды. Мәңгілік екеніне, бір ұзақ жылдарға жететініне. Онда не болады халықтың? Ал бірде-бір адам осыны келіп, ал бұрын тіпті жақсы дейік, жаман дейік, одақтың кезінде министрлер келіп, елдің жағдайын біліп, депутаттар олар сол кезде солай болатын еді. Қазір мінекей қаншама шырылдап, қаншама телеарналардан айтып жатыр. Бір министр, бір комитеттің бастығы келіп, мынаның қалдырын қалай, не болып жатыр осы, неге айқайлап жатсыздар деп жағдайды біліп жатқан адам да жоқ. Ал мынаумен жалғаса беретін болса, халықтың жағдайы өте мүшкіл болады. Сондықтан да қайталап айтам, үкіметтік бағдарлама жасалу керек. Ол бір жылда 2 жыл алғы 1 миллиард, 2 миллиард ақша беріп, онымен ештеңе шешеді. Жақында мына өңірдің басшысы Ғали Нәжімеденұлы президентке есеп берді. Сол кезде президент ең бірінші мәселе осы су мәселесі, Батыс Қазақстан облысындағы су мәселесін әңгіме етті. Енді одан бері қандай шара алынып жатыр, қандай жұмыс істелініп жатыр, ол бізге беймәлім. Жалпы мына істелініп жатқан жұмыстан халықты, шаруа қожалықтарын, әсіресе мына
хабардар етіп отыру керек. Біз міне осындай шаралар алып жатырмыз. Осындай қаражат қарастырылып жатыр. Ол осындай уақытта өзінің мақсатына жетеді деп. Ал барлығы да осы жасырын, содан келіп мінекей халықтың арасында сенімсіздік туады. Жаңақала шаруалар одағының төрағасы болам, Байкенов Талғат деген ББ шаруа қожалығы, осы ауданның тұрғыны. Осы біздің Жаңақала шаруалар одағының ашылғанына бір 2-3 жыл кетіп бара жатыр. Себебі, асылған себебі осы біздің мына қиындықтарға түскесін Жаңақаланың шаруа қожалықтарының әңгімесін айтайын. Жаңақала шаруа қожалықтарының жағдайы өте нашар. 4 жылдан бері 4 жылдың үстіне шықты. 7 жылда айтуға да болатын сияқты. Су деген келуі Жаңақала ауданымызға жоқ деп айтуға болады. Жылда алысатын шаруа қожалықтардың банады бірінші су мәселесі, су тасумен су жетіспейді. Екінші, мына енді су болмағасын шабындықтарға банағындай шөп жоқ, шөп шықпайды. Үшінші, мына жаңа кредитіміз бар, оны да төлеуіміз керек. Олардың да қазір бүгінгі таңда ол да бір үлкен проблеманың бірі болып тұр. Мал азығына жоямыз ба ақшамызды, или кредит төлеуіміз керек пе. Оны облыс әкімдерге де жеткізіп атқан сияқты болып жатыр, бірақ облыс әкімісі бізді көре алмай жатыр, кездесіп атқанда жоқпыз. Ол кісі болғалы бір ләз келді, онда да бір 10 жарты сағатта кездесу болды. Айтқан шаруаларымыз айтылды, бірақ сол мәселе қалай айтылды, так ештеме шешіліп жатқан жоқ. Енді ол бана ол кісінің өзіне де айтып жатыр, басқа да аудан әкімімізге де айтып жатыр. Ал мына жағдайымыз мынандай, ал 10 жылдың үстіне шықты ғой, мына Қазақстанымызда осындай бір жақсы деп есептеймін, жақсы бір бағдарламалар, банағыдай малды асылдандыру, жақсы тұқым алып келу, соған Жаңақала ауданының шаруа қожалықтары белсенді қатынасып, Америкадан да мал әкелінді, Герофорты бар, Ангусы бар. Өзіме келсек, менде Ақбаста Ангусы да бар. Солы алғаннан бері алдық, әкелдік, несиемізді алдық. Ал енді қазір сол малдан айырылып қалуға да жағдайда тұр. Жаңа айттық қой, енді жаңа несие бар. Одан бөлек бағандай су жоқ. Суды тасымалдап жатыр шаруа қожалықтары. Оны шешетін жолында айтады жылда, бірақ жылда білмеймін, ол қандай мәселелермен бір жетіспейтін бір ақша бар, орындалмайды. Енді ол неге орындалмайтын осы басшылар жауап берер. Мемлекет басшының алдында да, халықтың алдында да, халықта бір қазір жағдайы өте. Ол шаруа қожалық не, халық не, мен бір деп есептеймін. Сол несиені алып жатқан сол Жаңақала ауданының халқы сол шаруа қожалығын ашып, өзі бөлек шығып, алдына мал салып шыққан жайлары бар, бірақ қазіргі мынандай неге тап болып тұр. Енді біздер осы Жаңақала шаруалар одағының атынан айтайын, осы мәселені осы жылдам шешпесе, осы Жаңақала ауданына малдың саны азайып бес, өше кетіп тағалы мүмкін. Ол алдында облыс атамекенде кездесуде біздер айттық, енді білмеймін біздер Ақтөбеге көшіп барамыз ба, мал азығына көмек беріп жатқандығы естейміз. Ал біздің жағдайымыз Жаңақалада жағдай банағындай өте нашар. Не мал азығы жоқ, не су жоқ болып тұр. Ал айтатыным сол, осы тез арада осыны шешпесе, осы мал шаруашылығы Жаңақала ауданымызда қожалықтар жабылатын болар деп ойлаймын. Потому что қалай шаруа қожалықты жүргізесің, когда су жоқ болады, мал азығы болмайды. Соттан енді облыс басшылығына тезірек халықпен кездесе ме, шаруа қожалықтармен кездесе ме, келіп жоспарларын естейміз, бірдеме айтып істейін деп жатыр деген, бірақ көріп жатқан жоқпыз. Не су жоқ. Бір мәлімет бар, бір цифрлар бар,
оны бағанағындай шаруа қожалықтар біздер мал ұстаймыз ба или цифрларды математик физик емеспіз, біздер түсінбейміз олар айтып жатқан нәрсе. Біздерге түсінікті болады, когда суды көреміз. Су келеді, мал су жерден бар су ішеді. Ол несі. Енді бағанағындай сосын мына тағы бір қозғайтын Ақтөбедегі де сияқты біздер шаруа қожалықтарға көмек жасаса, білмеймін қалай жазайды, қалай шешеді. Біздер малды бағып, малды ұстап қалған шаруа қожалықтар, біздер оған араласқымыз да келмейді. Енді сол шешімді бізге жеткізсе, ауданымызда келіп, өздері келіп айтама, или негізінде біз сұрайтынымыз бір кездесу, шаруа қожалықтармен бетпе-бет кездесу. Көшербаев болсын, Ноғаев болсын, Көлгенов болсын, осы біздермен кездесті, олардан біз неміз жоқ. Енді қазір өзіміз жерлесіміз, облыс әкім болып жатыр дегесін, біздерге жағдайымыз жақсарады деп ойлап едік. Бірақ біздің жерлесіміз келгелі бір кездесуден бас тарту кездесе алмаймыз, айта алмаймыз. Шүкіршілік етіп айтып келе жатыр. 4 жыл болды шүкіршілік етіп келдік. Енді жыл жақсарар. Олар ендігі түсінерді, бірақ бізде түсінетін адам жоқ. Түсінетін мемлекет, түсінетін адамдар түсініп жатыр. Мемлекеттегі отырған адамдардың көз қарасы біздерге дұрыс болмайтыр деп есептеймін. Именно біздің Орал облысында ешқандай жұмыс жүріп жатыр деп айтуға да болатын сияқты. Енді әлі де мына Қазбатқозда бізде де бір екі не бар. Қазбатқоздан көреміз, сосын Жасланды көрсетеді. Ол Жасланның да қолында ештемесі жоқ, Қазбатқоздың да қолында ештемесі жоқ. Бір цифрын айтады да кетеді. Сол как су жоқ, жаңғылады да, әліңге шейін су жоқ. Енді үлкен бір көзқарас сұраймыз, бір өзгеріс сұраймыз. Мемлекеттен мына Жаңғала ауданының несін келіп нақтылап қарау, шешу. Енді ол мемлекетте отқа адамдар білетін болар, не істеу керек екен. Кісілерін ауыстыра ма, басқа басшыларын қоя ма, бір жолын тауы енді. Енді айтып отыр ғой, енді өзі көрмейтін болса, енді құлағы естімейтін болса, ондай адамдар неге керек деп есептеймін мен. Енді айттым ғой, мен политик емеспін, немеспін, шаруа қожалықпын. Негізінде амал жоқ осындай нәрсеге араласып жатырық біздер. Тектен тек емес. Біздер амал жоқтан алдында да айтып жатыр. Біздер ешқайда бармай, сол шөбімізді шауып, малымызды ұстап, дамыту үшін дамытуымыз керек. А біздер мына жерде жүріп, ана жерден барып ананы сұраймыз, мына жерге бараны дәлелдейміз. Бір жатқан бір дәлел керек, білмеймін бір. Как білмеймін, біздерде бір немес, бір дәлелдеу. Соны тоқтату керек. Республикада да маңдай нәрсе болып жатыр. Шаруа қожалық болсын, халықтың шаруалары шешілмей жатыр. Енді басқа облыстарда бір нәрсе көріп жатыр. Біздің облыста соны шешу жолын көріп жатқан жоғымыз.